Аштархан областында шөл батырлер деп аталған 15-ші Ноғай халықаралық еркін күрес бойынша турнир озды. Оның ақында толы репортаж Фарида Сидахметованың білдіруінде. Еркін күрес бойынша турнир біздің екі егіт ясымыз Россияның бәтірі Рафик Кадырбулатовтың, егітлік орденінің иесі Азамат Бердиевтің олармен біргесіне СВО-да яныларын берген ясыларымызға бағысланған еді. Бұл турнир 15-ші мерекелі. Әр ел сайын ол ноғайлар яшайтан бір йұртта өтеді. Аштархан областында ол 3-ші кері болып тұры. Турнирді ұйғынлаушылар областың ноғайларының едіге ямағатшылығы, ақсақалардың орталығы, яс яуқа бірлесуі боладылар. Күресуді Ставрополь крайының, Аштархан областының, Қараша-Шеркеш Дағыстан республикаларының командалары қатынастылар. Сынас бек өткір болды. Август айының 19-шы күнінде бұрынғы Аштархан ерінде 1-ші Ноғай драматург Басир Абдулин йұртында Қарағалы ауылында мерекелі 15-ші еркін күрес турнирі шөл батырлері Степные богатыри озды. Турнир бағысланған еді Россиядың батырыне Рафик Кадырбулатовқа сауғаланған орден мужествоман Азамат Бердиевке. Күрес сынасын көрсетпеге келген еді командалар Дағыстан республикасынан, Ставрополь крайынан турнирдің иелері Аштархан командасы. Бек күшлі қызықлы сынасу күрес озғарылды. Ноғайдың яс яуқасы өзлерінің күрес білімлерін шалысып қараушыларға еткерділер. Турнирді құрушыларға келген Азамат Бердиевтің қардаш қауымы, пелванлар, олардың тренерлері, Приволжский районның администрациясы, көпленген қараушылар өз разылығын берділер. Көп сау болыңыз деп айттылар. Мен де сол турнирда қатынастым, батырлерге ноғай тіліне көшірілген ерді ерладым. Сынасулармен бірге турнирдің барысында икон санят программада әзірленген еді. Онда тек Аштархан областынан туыл, Қараша-Шеркеш республикадан, Ставрополь крайынан санят әрекетшілерді қатынастылар. Йылғанлар олардың ерларын, ойынларын сүйіп тыңладылар, қарадылар. Сосындай амаламалар біздің халықты бірлестіруге, яс яуқады бір-бірісімен таныстыруға қаратылғанлар. Сынасылардың тамамында 1-ші орынға Ставрополь крайының командасы, 2-шіге Дағыстан республикадың, 3-шіге Аштархан обласының командалары шықтылар. Фарида Сидахметова, Ленара Иргалиева, соңғы хабарлар.